Көмек беру шарасы басталды. Оны кімдер алады, қандай азық-түліктер беріледі? Тақырып қызықтырса, соңына дейін қараңыздар. Шымкентте Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының халық өкілділігі мен зекет және қайырымдылық қорының ұйытқы болуымен мұқтаж жандарға көмек көрсетуге арналған Рамазан қоржыны қайырымдылық акциясы басталды. Мұндай көмек қала әкімдігінің тіркеуінде тұрған көпбалалы және мүгедектігі бар адамдарға беріледі. Бір азық-түлік себетінің құны 25.500 теңгеге тең. Оның ішінде ұн, күріш, шай, май, қант, томат, макарон өнімдері, сабын және тағы басқа заттары бар. Қайырымдылық шарасы қаланың 5 жерінде ұйымдастырылса, мүмкіндігінің шектеулігіне байланысты келе алмайтын тұрғындарға еріктілер көмекті үйіне жеткізіп береді. Акция Рамазан айына орай қолға алынған. Берген ақпаратым пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.